Сәлем балақай, сен қайтадан БПТВ арнасындасын. Біз бүгін Түлкі Бикеш пен Қасқыр деген ертегіні оқимыз. Шал мен кемпір өз тірліктерін жасап өмір сүріп жатады. Бірде шал кемпіріне: «Кемпір, сен бәлішіңді пісіре бер, ал мен шананы жегіп балық аулап келейін» дейді. Шал шананы толтыра балық аулап үйіне қайтып келе жатады. Жолда келе жатса, дәл алдында бүктеліп түлкі жатыр екен. Шал оған жақындап келеді, ал ол болса өліп қалған сияқты. «Мінеки, әйеліме тарту жасайтын болдым» деп шал түлкіні шанаға салып алады. Өзі атты жетекке алып жүреді. Түлкі ретін тауып, балықтарды біртіндеп жерге жапырлатып тастай береді. Барлық балықтарды тастап болған соң өзі де түсіп қалады. «Ал кемпір», деді шал, «тоныңа мен қандай жаға келдім десеңші. Қарашы, анау шанада жаға да, балық та бар». Кемпір шанаға барса, жаға да жоқ, балық та жоқ. Ол шалына ұрса бастайды. Түлкінің өлі емес екенін шал сонда ғана түсінеді. Қайғырады, бірақ қолдан келер қайран жоқ. Ал түлкі болса, жол бойы лақтырып тастаған балықтарды бір жерге жиып алып жеп отырады. Оған Қасқыр таяп келеді. «Саламатсың ба, Бикеш? Маған да балық берші» дейді. «Саламатсың ба, бауырым? Өзің аулап алды жей бер. Өзенге бар да, ойыққа құйрығыңды малып алып, үлкен балық, ақ балық, қармағымды қап балық деп айта бер. Бірақ ұзағырақ отыр, балықтар өзі ақ құйрығыңа жабысады». Қасқыр өзенге барып, ойыққа құйрығын малып, үлкен балық, ақ балық, қармағыңды қап балық деп бастайды. Оның артынан түлкі келеді де, ол қасқырдың маңында жүріп, аспандағы жұлдыздар жарқыраңдар жарысып, ал қасқырдың құйрығы мұзға қатып жабысып деп қайталай береді. «Сен не деп отырсың, түлкі? Мен саған көмектесіп жатырмын» дейді түлкі. Қасқыр ойықта ұзақ отырады. Түнімен орнынан қозғалмайды. Сөйтіп, оның құйрығы мұз боп қатып қалады. Тұрайын деп әрекеттеніп еді, осының түк те шықпады. «Охо, қаншама балық түскен етті. Тіпті тартып ала алмайсың» деп ойлайды ол. Қараса, су алғалы әйелдер келе жатыр. Олар сұр қасқырды көріп, «Қасқыр, қасқыр» деп айғайлап, қолдарына не түссе сонымен қасқырды ұра бастайды. Қасқыр жұлқынып құйрығын үзіп алады да, алды артына қарамастан қалың орманға қойып кетеді. «Жарайды, мен сенен есімді қайтарамын, Бикеш» деп ойлайды ол. Өзенде қасқырды әйелдер ұрып жатқан кезде түлкі олжа табу үшін әлгі әйелдер бәліш пісіріп жатқан үйге кіреді. Ол қамыр тұрған күпшікке басып түсіп, қамыр болып қашып шығады. Ал қасқыр оған қарсы жолып: сен бе, түлкі, осы ма үйреткенің? Мені бәрі жабылып ұрып тастады ғой» дейді. «Ей, қасқыр бауырым», дейді суат түлкі, «сенен тек қана қан шықты. Ал менің миым ағып ақтарылып қалды ғой. Менің халім сенен гөрі ауыр, әрең келе жатырмын» дейді. «Ей, шын айтасың» дейді қасқыр. «Сен арқама мін, мен сені жеткізіп алайын». Түлкі қасқырдың арқасына мініп алып, сабалаған сабалмағанды арқалап келеді. «Сабалған сабалмағанды арқалап келеді» деп қайталай береді. «Не деп келесің?» деді қасқыр. «Сабалған сабалмағанды арқалап келеді деймін». «Солай, Бикеш», дейді қасқыр. Соны арқалап
жүріп тұрып. Міне осындай қызық ертегі түлкі мен бикеш деген. Қане балақай, саған ұнады ма? Ұнаса біздің арнаға жазыл, әлі көп ертегілер алдымызда. Сау бол.